Баршаңызға сәлем қыздар. Біз сіздермен мінекей бүгін осындай песочный өте дәмді және екі-ақ заттан тұратын осындай рогалики әзірлейтін боламыз. Мінекей қараңыздар, арасында бізде бұл вареный сгущенка. Мінекей ұнымызды дайындап алдық. Осыған майымызды қосамыз. Майымызды бөлме температурасына болуы қажет міндетті түрде. Мінекей енді осы майымызды салып, біз песочный қамыр илейтін боламыз. Майларыңыз 72%-тен жоғары болсын міндетті түрде. Осылай қолымызбенен мыжғылап, онменен қосып, әдемі песочный қамыр болады. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болады. Қолға жағымды болады. Сондықтан ұнды артық қоспаңыздар. Дәл осы ұнменен жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Мінекей енді осы қамырымызды илеп болған соң біз 2 сағатқа холодильникке қойсақ та болады, қоймай бірден жұмыс жасауға да болады. Негізінде холодильникке қойып барып алып, 2 сағатқа қойып барып жұмыс жасаған өте ыңғайлы болады. Қамырларыңыз уже сіңіп, май екеу әдем болып тұрады. Сол кезде жұмыс жасаңыздар, барынша асығыс болсаңыздар, енді бірден жасай беруге де болады. Мінекей енді қамырымызды 3 бөлікке бөлдік. Теңдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Сонан соң қамырымыздың астына ұн сеуіп барып жайыңыздар. Ұндарыңыз молдырақ жая беру керек. Өйткені мына майлы қамыр болған соң міндетті түрде астына жабысып қалады. Сондықтан барынша астына ұнды көптеу жаға беріңіздер. Осы жайып формамызды біз мысалға қанша размерде болғанын қалайсыздар, соған қарай жаямыз. Мысалға менде қолымда 24-ші размер, мінекей соған туралап жайып жатырмын. Сол 24-ші размерге туралап барып жан-жағын кесіп тастаймыз. Бізге қамырымыз доп-домалақ болуы қажет. Сондықтан артық қамырларын алып тастаймыз. Одан соң барып осы дайын дөңгелек қамырымызды дәл ортасынан тағы да кері қарай 2-ге бірінші кесіп алыңыздар. Сол кезде ровно қамыр шығады. Мінекей дәл осылай екінші рет қалғанын тағы да 2 бөлікке бөлесіздер. Мінекей осылай біздің рогаликилеріміздің мінекей формасы дайын болды. Қамыр айтып тұрғандай өте жұмсақ. Осындай вареный сгущенкаға алып жағамыз. Арасына термостоверный сгущенка қосу керек. Негізінде мен оны біздің дүкенде болмағандықтан осыны қостым. Сондықтан осымен жасап жатырмын. Негізі өзінің ыстыққа шыдамды сгущенканы алып жасаған дұрыс. Осылай қойып шықтым. Барлығын жан-жағынан ағып кетпес үшін енді бұны жақсылап сіздер бекітулеріңіз керек. Жан-жағынан ағып кетсе болмай қалады. Мінекей осылай ең шетін бірінші үстіне жауып, қолдарыңызбен басып, сгущенка шығып кетпейтіндей етіп осылай басып шығыңыздар, және дәл сол 2 шетін қайтадан қайырыңыздар. Мінекей 2 шетін мен тағы да қайырдым. Қамыр айтып тұрғандай өте жұмсақ, сондықтан нәзік жұмыс істейсіздер. Мінекей осылай орап, дәл осылай етіп барлығын осылай орап шығасыздар. Мінекей келесісінде солай орайсыздар. Ұнды көп пайдаланасыздар, өткен қамыр жұмсақ, сондықтан осылай жан-жағын 2 шетін жақсылап ағып кетпейтіндей етіп осылай ораңыздар. Өте майда болады, бірақ әдемі болады. Енді үлкен қылам десеңіздер, қамырларыңызды 2-ге ғана бөліп, үлкен қылып жасасаңыздар болады. Мен орташа кішкене болу үшін әдейі 3 бөліктерге бөлдім. Мінекей осылай пергамент қағазын төсеп, барлығын орналастырып шықтық. Бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Негізі жұмыртқаны жағу міндетті емес, жақпасаңыздар да болады. Мен өзім осылай жағып жібердім. 170 градуста пісіріп аламыз. 20-25 минутта тез пісіп қояды. Өте хрустящий болады. Күйдіріп алмас үшін міндетті түрде абайлаңыздар. Осылай барлығының шовтарын астына қарай жіберіп, осылай қойып шығасыздар. Мінекей менде уже дайын болды. Қарап тұрғандарыңыздар өте сыңғыш, хрустящий және өте дәмді болады.
баршаңызға сәттілік. Осылай жасап көріңіздер. Өте оңай, өте жеңіл болады жасалу жолы. Дастархандарыңызға қоюға өте дәмді, керемет болады.